Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары, ғарышты игеру жетістіктері бөлімдерін аяқтадық. Әдеби тілдік нормалар бойынша сіздер сөздік қор, сөздік құрам, сөз тіркесінің байланысу тәсілдері, сөз тіркесінің байланысу түрлерімен таныстыңыздар. Құрметті оқушылар, біріншіден 2-ші 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут, оқылым тапсырмаларын орындауға 15 минут уақыт беріледі, жазылым тапсырмасын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырмалардың түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 компоненттен тұрады. Біріншісі тыңдалым, айтылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі оқылым және әдеби тіл нормаларын, үшіншісі жазылым және әдеби тіл нормаларын тексеруге арналған. Бүгінгі бейне сабағымызда оқылым және жазылым тапсырмалары беріліп отыр. Мақсаттар: публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып мақала құрастырып жазу, мақала презентация құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, өз ойын дәлелдеп жазу. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері: есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану. Енді балалар, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, төменде берілген сұрақтарға жауап жазасыздар. Мәтінді мен сіздерге бір рет оқып берейін. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы. Мен көздеген жұмыстарымыздың бәрі дер уақытында және барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауынан. Рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының 2017 жылы 12 сәуірде жарық көрген осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының негізінде жасалған. Онда ұлтымыздың жаңа тарихи даму кезеңінің негізгі мақсаттары көрсетілген. Атап айтқанда, рухани және мәдени құндылықтарымызды сақтау және ұлғайту, әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына ену. Осы мақсаттарға жету жолына бағытталған жобалар бағдарламада толық көрсетілген. Қазақ тілінің латын алфавитіне біртіндеп кезең-кезеңмен көшуі туралы жобасы тіліміздің дамуына жаңа импульс беріп, оны әлемдік кеңістікке шығаруға, сөйтіп халықты тілімізді толық меңгеруге ынталандыруға арналған. Ал 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне толық көшетін боламыз. Осы уақыттан бастап барлық жазбаша дүниелер, бақ беттеріндегі жарияланымдардан бастап кеңселік іс қағаздарын толтыруға дейін тек қана латын тілінде жүргізілетін болады. Оған дейін ақырын үйреніп, кириллицадан латынға біртіндеп өтетін боламыз. Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасы жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік беруге, білім сапасын арттыруға және ұлттың өзіндік сана сезімі мен оның тілін дамытуға бағытталған. Бұл бағдарламаның нәтижесі 5-6 жылдан кейін өз жемісін бере бастайды.
Сол кезде отандық жоғары оқу орындарының түлектері халықаралық еңбек нарығында бәсекеге төтеп бере алатын болады деп күтілуде. Қазақстанның 100 жаңа есімдері атты жобасы еліміздің түкпір-түкпірінен әртүрлі жастағы және әртүрлі ұлттардың өкілдері арасынан жоғары жетістіктерге жетіп, отандастарына үлгі боларлық тұлғаларды дүйім жұртқа таныстырады. Осы жобаға енетін 100 жаңа есім қазіргі Қазақстанның бетке ұстар бейнесі ретінде алынады. Рухани жаңғыру бағдарламасы заманауи тәуекелдіктер мен жаһандық талаптарды ескере отырып, ұлттың рухани құндылықтарын жаңғыртуға, сондай-ақ Қазақстанның заманауи әлемдегі бәсекелік қабілеттілігін арттыруға, ұлттық сәйкестікті сақтауға, азаматтардың мәдени білімін және сана сезімінің жоғары екендігін дәріптеуге бағытталған. Міне, осы салалардың барлығы қазақстандықтар сүйенетін негізге, тірекке айналуы тиіс. Рухани жаңғыру бағдарламасы қоғамды шоғырландыруға, зиялы қауым мен жастарды, барлық ұлт өкілдерін елбасы жариялаған жарқын идеяның айналасына біріктіруге мүмкіндік береді. Бағдарламаның барлық бағыттарын іске енгізу әлеуметтің, ғылыми эксперттік қауымдастықтардың, азаматтық қоғам өкілдері мен жастардың белсенді түрде атсалысуымен жүзеге асады. Сіздер мына беріліп отырған сұрақтарға жауап жазуларыңыз қажет. Бірінші сұрақ: рухани жаңғыру бағдарламасында қандай мақсаттар көзделген? Екінші сұрақ: мәтін қай стильде жазылған? Үшінші сұрақ: стильдік ерекшеліктері қандай? Төртінші сұрақ: мәтінде тақырыпқа қатысты қандай терминдер кездеседі? Бесінші сұрақ: мәтіннің құрылымы қандай? Алтыншы сұрақ: мәтін қалай рәсімделген? Жетінші сұрақ: мәтіннің жанры қандай? Келесі екінші тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. Берілген екі тақырыптың бірін таңдап, сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді етістікті сөз тіркестерін қолданып, жазба жұмысын орындаңыз. Яғни сіздер екі тақырыптың біреуін таңдайсыздар. Бірінші: болашақ мамандығыңыз туралы эссе жазыңыз. Неліктен менің болғым келеді? Яғни сіздер өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңыз жайлы түбегейлі жазып шығуларыңыз қажет. Бұл жерде эссе жазу барысында міндетті түрде эссенің құрылымын сақтаңыздар. Екінші: сіз радио бағдарламасынан ғарышты бағындырған жануарлар туралы деректерді естідіңіз. Сіз үшін бұл ақпараттар қызықты болды. Осыдан кейін сіз бұл қызықты ақпараттармен басқа балалардың да танысқанын қаладыңыз. Мектеп сайтына шағын мақала жазыңыз. Құрметті оқушылар, міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша мақсатын анықтағандарыңызға 1 ұпай, стилін анықтағандарыңызға 1 ұпай, стильдік ерекшеліктерін ажыратып жаза алғандарыңызға 1 ұпай, тақырыпқа қатысты терминдерді тауып жазғандарыңызға 1 ұпай, мәтіннің құрылымдық бөліктерін жаза алғандарыңызға 1 ұпай, мәтін қалай рәсімделгенін жазғандарыңызға 1 ұпай, мәтіннің жанрын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Екінші жазылым тапсырмасы бойынша жазылым жұмысын жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай жаза алғандарыңызға 2 ұпай, сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін сақтағандарыңызға 2 ұпай, тілдік құралдарды орынды қолдана алғандарыңызға 2 ұпай, өз ойларыңызды жеткізе алғандарыңызға 1 ұпай, жазба жұмысының құрылымын сақтағандарыңызға 1 ұпай беріледі. Барлық ұпай саны 15. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.